Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер, сіздермен бірге Гүлназ Сәбитқызы, гинеколог, эндокринолог, сексолог маманы. Бүгін бізде тақырыпта жатыр ішілік спираль. Жатыр ішілік спираль тиімділігі қандай, қанша ұзақтықта біз қолдануымыз керек, сол жөнінде айтатын болам. Жалпы бізде осы жоспарланбаған жүктілікті қорғайтын ең тиімді контрацепцияның түрі бізде ол жатыр ішілік спираль. Ол сізде 99% жағдайда бізді жандай жоспарланбаған жүктіліктен қорғайды. Және де біз бұны қолданған кезде оның түрлі жандай нелері бар, формалары бар. О-образный дейміз, зигзаг дейміз, және де кәдімгі Т-образный деген формалары бар. Егер де сізде жаңағыдай қайта-қайта осы спираль түсіп қала беретін болса, мысалы Т-образный спираль түсіп қала беретін болса, не болмаса дұрыс жақпаған жағдайда зигзаг-образный спиральді қолданады. Ал сонымен қатар егер де сіз бірнеше бала, 4 және де одан да жоғары бала босанған болсаңыз, кругообразный жанда спиральді саламыз біз. Енді спиральдің ұзақтығы жалпы 3 жыл мен 5 жыл аралығында. Бірақ сіз спираль салып алдым, содан мен жүктіліктен қорғайды, 100% қорғайды десеңіз қателесіз, өйткені мен жаңа жоғарыда айтып кеттім, 99%-да ол қорғайды. Бірақ 1% жағдайда ол жылжып кетуі мүмкін, ол кішкене қимылдап кетуі мүмкін. Қай жағдайда қимылдап кетуі мүмкін? Егер де сіз именно осы етеккір келіп жатқан кезде қандай да ауыр заттарды қол көтеріп қойсаңыз, жандай ауыр көтеріп қойсаңыз, жыныстық қатынасқа түсіп қойсаңыз, міне осындай жағдайда сіздің спираліңіз жылжып кетуі мүмкін. Соның нәтижесінде сіз көтеріп қоюыңыз мүмкін. Сол себепті барынша етеккір кезінде онда физикалық жүктемеге жандай қолданбаған дұрыс, түспеген дұрысырақ. Сонымен қатар спиральді біз 3 жыл менен 5 жыл аралығында саламыз дедік. Қыздар, сол уақыттан да ұзамағандарыңыз дұрыс, өйткені жатыр ішілік спираль өзінің мерзімінен ұзақ тұратын болса, оны кейін алу да қиындай түседі. Түрлі жаңағыдай қабыну процестері болуы мүмкін, сол өршуі мүмкін. Сонымен қатар бізде жатыр ішілік спиральді салатын кезде де, алатын кезде де міндетті түрде тексеріліп, емделіп барып салдырған дұрысырақ. Және де жатыр ішілік спиральді бізде жаңда алғаннан кейін де емделген дұрыс, өйткені көп қыздарда жатыр ішілік спиральді алғаннан кейін дұрыс емделмеуінің нәтижесінде жүкті болу мүмкіндігі сәл кештеу болуы мүмкін. Сол себепті оған немқұрайлы қарамаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлназ Сәбитқызы. Менің басқа да аккаунттарыма тіркеліп қойыңыздар. TikTok, Telegram, Instagram, сол әлеуметтік желіде де мен белсенділік танытамын. Қош болыңыздар.